ханзада атты кітап оқыдым. Ол кітапты Антуан де Сент-Экзюпери жазған. Ол 1900 жылы 23 маусымда дүниеге келген. Али Мақатаевтың өлеңдерін оқыдым. Ол 1931 жылы 9 ақпан күні Алматы облысы Қарасат ауылында дүниеге келген. Бала бір күні бір адам 10 жасар ұлын жанымен жаяу алып келе жатты. Сол кезде әкесі бір артта қалған тағаны көріп қалды. Әкесі баласына айтты, анау тағаны алып келші деді баласына. Әке ол таға астында қалған, онымен қоса ол сынық және ескі деді. Оны алып жүр, не